мен қаным, туыс бауырларым, қатты ұқпаннан сендердің кездескенде жүрегім лүп-лүп етеді. Неге? Мақсат бір. Ақиқатты ақиқат деп жүрген бір саптағы адамбыз. Көп тілек айтылды, соның бәрі қабыл болсын. Енді мен ылғи айтам, жатарда, түнгі намазда, дұға намазында, я Алла, елімді, жерімді, ата тіркелмеген ата жұртының өкілдерін, сыртқы жаудан, ішкі жаудан сақташы, қорғашы. Я Раббы бала, я біз күнәһармыз. Tavba etken Müslümanların duası kabulası. Ya Allah, kıydıktındı, жіберіп жатқан сынағыңды жеңілдетші Алла. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям үмбетін қиындықтарды алып тасташы, я Раббым Алла. Біз саған қатты мұқтажбыз. Я Рахман, елім жерімді демірген. Жүрегі дінім ислам, қаным қазақ деген азаматтарды қолдашы, қоттандыршы. Алла, ішкі жаудан, сыртқы жаудан сақташы десіп, тек қалай осы дұғаны айта бастайды, ортамыздан біреу шығады-ай. Осыған сай, таң қаламын. Енді Алладың бір рахманы болып тұр ғой. Гүлжан, тілек бауырларым, мен сендердің қатты Аллаға разы болсын. Жақсы көруді қадамын. Елім жұртым аман болсыншы. Алла, жақсы күндерді нәсіп етсе, сен өзің айттың ғой. Мен сендерді иман келтіргендер қасаламын. Содан кейін сабыр етсеңіз, әрекет етсеңіз, жақсылықты нәсіп етем. Сол жақсы күндер бізге Алла нәсіп етсін. Бір апа айтып еді, жақсылық келе жатып, ол асықпайды. Сол асықпай келе жатқан жақсылықты Алла бізге нәсіп етсін. Аллахумма салли ва саллим ва барик ала сейидина Мұхаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Bi rahmatika arhamar rahimin. Allahu akbar.